Ағзамызда энергия қайдан пайда болады? Және біз энергичный болып жүруіміз үшін қандай іс-әрекеттер жасауымыз керек? Ағзамызда энергия дұрыс өндірілу үшін мына 4 компонент керек. Қараңыздар. Ең бірінші организмнің дұрыс жұмыс істеуі. Екіншісі қоректік заттар, глюкоза и оттегі. Төртіншісі достар, бұл маңызды қозғалыстың болуы. Осы 4 компоненттің біреуі кем болатын болса, ағзамызда энергия тапшылығы дамиды. Енді қараңыздар достар. Қазақта еріншек деген сөз бар. Дәл осы еріншектік біздің ағзамызда энергияның өндірілуін тежейді. Яғни қозғалыстың болмауы. Көбінесе этаж үйде тұратындардың табиғаты бұған бейім келеді, себебі этаж үйде ешқандай жұмыс істемейсің, терезеде дұрыс ашылмайды, үйге оттегі кірмейді. Тамақты жеп жата бересің, и көбінесе, барлығы демеймін, көбінесе олар скучно болып келеді, ұрысқақ болып бақырып жібергісі келіп тұрады. Ал жер үйде, ауылда тұратындар қашан қарасаң энергияға толып жүреді. Жүздерінде күлкі үнемі. Оның барлығы достар біздің ағзамызда энергияның өндірілуіне байланысты. Енді былай қарайық достар. Тамақ келіп тұр, оттегі түсіп тұр, ағзамыз дұрыс жасап тұр. Біз бірақ қозғалмасақ, энергия дұрыс өндірілмейді. Енді былай қарайық достар. Ағзамыз дұрыс жұмыс жасап тұр. Тамақ жеп отырмыз, Құдайға шүкір, қарнымыз тоқ, оттегі келіп тұр. Бірақ біз көтенімізді көтеріп қозғалмасақ, еш уақытта да энергия дұрыс өндірілмейді. Немесе артық өндірілмейді. Достар, адамдардың екі типі болады, жаман және жақсы адамдар. Жаман адамдар энергиясы төмен адамдар. Не үшін олай айтып тұрмын? Себебі достар, біреуге бақырып жібере салу, ұрсып жібере салу, көңілінен тиіп жібере салу бізде көп энергияны талап етпейді. Ал біреумен отношенияда оған жылы сөз айту, жақсылық жасау бізден көп энергия талап етеді. Біз оны ойланамыз. Отношения жасалу оп-оңай, оған көп энергия жұмсамайды. Көрдіңіздер достар, энергия дұрыс өндірілмесе, біз жаман адамға айналып кете береміз. Энергиямыз көп болған сайын біз жақсы адам боламыз, жақсылықтар көп жасаймыз. Сол үшін достар, кішкене қозғалыс болу керек. Мейлі спортпен айналыспасаңыздар да, үйде мысалы тазалап, кір жуып, ыдыс жуып деген сияқты үйдің шаруаларын істесеңіздер де қозғалыс болады ағзада. И ағзада бұлшықеттер көбірек энергия өндіріп тастайды. Ол энергияны біздің ағзамыздың жақсы жұмыс жасау үшін, жақсы көңіл күйде жүруіміз үшін, жақсылықтар жасауымыз үшін қажет болып саналады. Сенімен болған мен Берік Ермұханов. Ақпарат пайдалы болған болса, мына видеоны достарыңа таратып қоюды ұмытпа, және де қолдап та кетуді ұмытпа. Рахмет көп.